Қордайда Аманат партиясының бақытты отбасы жобасы аясында каратэден республикалық деңгейдегі ашық федерация турнирі өтті. Ауқымды спорттық шараға 150-ден астам қатысушы жиналып, елдің әр өңірінен келген жас спортшылар өзара бақ сынады. Дода барысында жас каратэшілер тек шеберліктерін көрсетіп қана қоймай, тәртіп, табандылық және спорттық рухтың үлгісін танытты. Ауқымды спорттық жарысқа ауданға көршілес орналасқан Алматы қаласы, Тараз және Қордай ауылының командалары қатысты. Сондай-ақ Қырғызстанның түрлі облыстарынан келген жас спортшылар да өз шеберліктерін ортаға салды. Осылайша дода халықаралық сипат алып, қатысушылардың тәжірибе алмасуына мүмкіндік берді. Мен бұл спортқа қараша айынан бастап тыңғылықты түрде дайындалып жатырмыз. Бізде жақында ғана Тараз қаласында фул контакт каратэдан жарыс болған болатын. Сол жерде біздің команданың барлығы бірінші орын алып, үлкен жеңістерден көрініп жатырмыз. Бұл жарысқа біз уже көптеген уақыт бойы дайындалып жатырмыз. Бүгінгі болып жатқан жарыста барлық спортшыларға жеңіс тілеймін. Бақытты отбасы жобасы Аманат партиясы жүзеге асырып жатқан әлеуметтік бағыттағы маңызды партиялық бастамалардың бірі. Жобаның негізгі мақсаты отбасылық құндылықтарды нығайту, аз қамтылған және көп балалы отбасыларды қолдау, сондай-ақ балалардың қауіпсіз әрі бақытты өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау. Яғни бұл жоба қоғамдағы әлеуметтік тұрғыдан осал топтарға нақты көмек көрсетуге бағытталған. Жалпы бұл шараның мақсаты, қазір өздеріңіз білесіздер, жастарға дұрыс тәлім-тәрбие беруде, жақсы бағдар беруде, осы спортқа деген өздерінің жаңағы қызығушылықтарын арттыру, отансүйгіштікке қызығушылықтарын арттыру, заң мен тәртіп қағидаты президентіміз тапсырғандай қазір қолға алынған. Сол бойынша да мына әлі жетімдікті көрсетпеу, тәлім-тәрбие беру мақсатында осындай жарыстар ұйымдастырылып тұрады. 150-ден астам жас спортшы қатысқан дода жоғары деңгейде өтіп, қатысушыларға ерекше әсер сыйлады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, алдағы уақытта мұндай ауқымды шаралар өз жалғасын таба бермек. Махаббат Құсайын, Әйгерім Қожабайқызы, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.